Оқушылар, әдебиет сабағына қош келдіңдер. Біз бүгін 69-шы сабақ бесік жыры тақырыбымен танысатын боламыз. Бесік жырын естімеген бала жоқ шығар қазақта. Сондықтан да сендерге бүгін бесік жырының сабағы оңай болады деп ойлаймын. Балалар, сендер бүгін сабақта халық ауыз әдебиетінің түрлерімен танысасыңдар және бесік жырын үйренетін боласыңдар. Енді мынау жазбаға назар аударыңдар. Сендер осы ауыз әдебиетті қай түрмен танысып жүрсіңдер? Ертегі, аңыз, батырлар жыры, айтыс, тұрмыс салт жырлары, өтірік өлең, жаңылтпаш, жұмбақ, мақал мәтел сендерге таныс па? Әрине, біз қазақ тілі, тіпті математика сабағында да мақал мәтелдерді тауып, жұмбақтарды шешіп, әдебиет сабағында ертегі, аңыз оқып, батыр жырларын оқыдық. Түрлі айтыстарды теледидардан да көріп жүрсіңдер. Міне осындай, әсіресе осы ауыз әдебиеттің түрлері сендерге өте жақсы таныс деп ойлаймын. Ендеше балалар, халық ауыз әдебиеті дегеніміз не екен? Ол ауызша тараған көркем әдеби шығармалар. Олар жаттап алу арқылы ауыздан ауызға таралған. Сондықтан ауыз әдебиеті деп аталады. Бұндай шығармалардың балалар авторлар болмайды екен. Олар бұрынғы біздің ата-бабаларымыздан бізге қарай авторсыз келе жатқан көркем шығармалар екен. Міне балалар, сендер соның бірі бесік жырымен танысатын боласыңдар. Кез келген сәби бесікке жатқаннан кейін оны ұйықтату үшін аналарымыз, әжелеріміз ән айтады. Ән тыңдап жылы жерде жатқан кішкентай бөбек тез ұйықтап қалады. Ендеше сол бесік жырымен танысып көрейік. Әлди-әлди ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін, байғұтанның құйрығын жіпке тағып берейін. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым, жағамдағы құндызым, аспандағы жұлдызым. Әлди балам, әлди-ай, айналайын балам-ай, айналсын сенен анаң-ай. Әлдилеп сені сүйгенде, атаңның болар көңілі жай. Әлдей балам, әлдей-ай деп осылай әнге қосып, ырғаққа қосып, бесік жырын айтқан екен. Енді бұл бесік жырында байғұтан деген сөз бар. Байғұтанның құйрығын жіпке тағып берейін дейді. Бұл иттің аты екен. Соны балаға ойнау үшін айтқан екен. Енді балалар, бесік жырының мағынасы өте мол. Біздің аналарымыз туа сала, сол ананың даусымен, ананың тілімен сөйлейміз. Ендеше сендерге бесік туралы шағын мынандай ақпарат айта өтейін. Бесік ата-бабамыздан қалған мұра. Көшпенді жұртымыз сәбиге ыңғайлы бесікті ойлап тапқан. Өйткені ол кезде біздің қазақтар көшіп жүретін болған. Бесікке жатқан бала шошымай, тыныш ұйықтаған, әрі жылы, әрі таза жатады, және денесі де тік өскен. Қазақ бесікті ешқашанда лақтырмайды, киелі деп санайды. Міне балалар, осы бесік туралы шағын ақпаратты естеріне сақтап алыңдар. Енді төмендегі сөздердің мағынасын түсінейік. Бесікке салады, бөбекті бесікке салады. Бесікке бөлейді, яғни оны матап байлайды, екі тартпа жібі болады, соған бөлейді екен. Бесікті тербетеді. Бесікке тербеткен кезде жаңағы бесік жырын айтады екен. Бала ырғалып тербеледі екен. Енді сендерге тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқып үйреніңдер. Өзіңе ұнаған шумақтар болса, жаттап ал. Халық ауыз әдебиетінің жаңағы бастапқы түрлерін есіңе сақтап жаттап ал. Мен сіздерден кері байланыс күтемін. Сабақтарыңа сәттілік.